Енді мынау қазіргі әлемдік пандемияға байланысты айтатын болсам, көп біздің ұжымдарымыз осы биылғы жылы наурыз айының ортасынан бастап көп мекемелер өздерінің жұмыстарын тоқтатты. Ал біздің ұлттық музей жұмысын тоқтатқан жоқ, халыққа біз жұмыс жасадық. Ол жаңа онлайн түрде өтті, бірнеше жобалар, экскурсиялар. Бұл жаңаға келген мектеп оқушылары болсын, халыққа рухани азық болды деп айта аламыз. Себебі біздің көрермендеріміз өте көп, сол онлайн экскурсияларды мектеп оқушылары үйінде отырып тамашалады. Міне қазіргі уақытта біз жаңағы экскурсиялар онлайн түрде өткіземіз. Әлде сол кезде бізге Алматыдан, Көкшетаудан, Қарағандыдан, Семейден әлі күнге дейін адамдардан сұраныс өте көп. Біз сол жақтардың оқушыларына бүгінгі күнде онлайн экскурсия жүргізіп жатырмыз. Сол жақта отырып ұлттық музейді жаңағы оқушыларымыз, студенттеріміз әрине тамашалап жатыр.